Акшамлар Каир октябрьнан 9-ы Жұма күні эфирде заман Қырым ве дүниеде олған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селемлайым. Русияда экстремизм ве терроризмнен көрешеміз деп халқырау қоғыны серт шекілде бозмаға девам етелер. Руслар Украина ватандашларына ич бір темелсіз махкүм ете Қырым ярмадасы әлесіні мечбурен деңіштіре. Украина тышышлерін әзірлігінде Бірлешке Миллетлерінің баш кәтебі ишғал етілген Қырымда олған вазиетнен бақлы тарқатқан марузасына сесленіп, халқара жематшылығы тежауыз девлетке басқыны арттырмасыны чағырды. Марузада Антонио Гуттереш Русия ишғал етілген Қырымда қанунсыз тінту, апске алыну азапларға чек тұруына қоланғанын тоқтатмасыны талап етті. Бұнен бері инсанларынан сөз сербеслігі, топлашулар кечіріліп ақылары ряет етілмесіні чағырып, межлис ясақ етіліп қарары ләғу етілмес керек деді. Баш кәтеп инсанларынан дини ақыларының да бозмамаға чағырды. Констатуємо, що всупереч вимогам резолюції Генеральної асамблеї ООН та численним закликам міжнародного співтовариства, Російська Федерація вкотре проігнорувала мандат Генеральної асамблеї ООН та не надала доступ для моніторингової місії ООН з прав людини до тимчасово окупованого Кримського півострова. Закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на триваючі порушення державою-окупантом норм міжнародного права на окупованих територіях України, зокрема шляхом посилення політико-дипломатичного і санкційного тиску. Қырым татарларының евлерінде қанунсыз тінтулер кешірілгені вақыт имайджілерге иштирак етмеге имкан берілмегені системаға чебірілді. Шатлар сфатында эксереті алларда оператив хадимлері иштирак еті. Бұны Құрман районында тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған Қырым татар мабуслерінің адвокаты Назим Шейхмамбетов айтты. О мабуслерінің евлерінде тінтув кешірілгені вақыт түзілген протоколлар давадан чықарылмасыны талап етті, чүнки мабуслерінің имайджі ярдымынен құлланма ақы бозылған. Қабатлав тарафы протоколларының қанунилігіні избақламақ үшін тінтуыны кешірген Русия таққатшыларына чағырған. Олар есе шаатлар кім олғанына білмейік, оларына оператив хадимлері тапты деп білдірген. Сөзде бұл шаатлар есе тінтуының инжеліклеріні асла хатырламай екен. На протяжении уже многих лет в Крыму проводятся обыски и другие следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, где в существенной степени ограничиваются конституционные права на лиц, граждан Крыма, крымских татар, в том числе неприкосновенность жилища. Однако такие мероприятия в подавляющем большинстве случаев проводятся в отсутствии адвоката. Ввиду этого происходит ряд нарушений людей. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что и в этом случае были, по мнению наших подзащитных и, собственно, по нашему мнению, подбросы всяких предметов. Слава Богу, если так можно сказать, сегодня подбрасывают только книжки, но если такой практике дать ход, то завтра мы не удивимся, если будут подброшены взрывчатые вещества и все остальное. Кечкен февраль айында ишгалчылар буй конларда тинтувлер кечіріп уч Қырым татары Искендер Абдулганиев, Арсен Абхагиров и Рустем Эмиросиновна tuttu. Ишгалчылар эпсына терроризмде ве Русияда акиметні күчнен запт етмейін тылуында қабатлай. Бұсене мавуслеріна Русия территориясында олған СИЗОға кечіріп Русияның Женебе Арби махкемесі оларға низбеттен уйдырылған даваны бақы башлады. Рустема Эмиросиинова перевели в другую камеру. Находится он в том же следственном изоляторе номер 1 города Ростова-на-Дону. Сейчас он содержится с фигурантом алуштинской группы Русланом Мисутовым. Камера очень холодная, условия в ней гораздо хуже, чем в предыдущей камере. Состояние здоровья как Рустема, так и Руслана Мисутова ухудшается. Опухшая нога, на которую не может наступать Руслан Мисутов, она продолжает болеть, адекватной медицинской помощи ему не оказываются. Проблема с зубами Рустема Эмиросиинова остается открытой. Никакой должной медицинской помощи в следственном изоляторе они не получают.
Лафеті пола, ләкин бір шей қатырламай. Халық депутаты Ирина Геращенко сабақ сияси мабус Владимир Балухнан сағылға қында тариф етті. Оның сөздеріне көре Балух есіне келген Ақжекер аваландыров аппаратсыз нефес ала, ләкин бір шей қатырламай екен. Прогресс олса, оны яқын күнлері реанимациядан ади палатаға кечіре білелер. Владимир Балух сентябрынан 8-не кечер гежесі Киевдегі гидропаркта көтекленді. Оны тек саба ессіз алда баш яралары элве көпірчік кеміклері сынықларынан таптылар. Башына операция япып, суни комаға кечерген еділер. Украинада да 5804 инсанда коронавирус хасталығы қайдетілді. 89 хаста вефат еткен. Ең ағыр вазиет Харьков, Одесса велетлерінде ве Киев шерінде. Хасталарының сайысы артқанындан себеп юқары шура мектеп виали оқув юртларына дистанцион оқуға кечірмеге теклиф ете. Оны Тибет комитетінің башы Михаил Радуцкий теклиф еткен. Оның ғайесіне президент ве Милли Хавсызлық ве Мудафа шурасы қол тұтажағына умыт ете. Киев мэрі се баш назир ве сағлық назиріне қошма ятақ ерлеріні ве екімлеріні айырмаға мұражат ете. Виталий Кличко қайдеткенне көре, яқын күнлері шер хастаханелерінде хасталар үшін ер қалмайжақ. Хасталарының ақырабасы қайдеткенне көре шымды де хастаны ятқызмақ үшін ер тапылмасына чаре жоқ. Хасталарына коридорларда ятқызалар. Хастаханелер янында есе ажиле ярдам невбетлері тізіле. Заповненість цих ліжок вже понад 70%. Такою динамікою захворюваності в комунальних медзакладах вже дуже скоро не буде вистачати. Тому я звертаюсь до прем'єр-міністра і до міністра охорони здоров'я виконати задекларовані обіцянки і надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих в нашому місті, розташованих в Києві. Işgal Қырымда 2 күнден берілі коронавирус хасталарынан сайысы 100-ден зияде қайдетілі. Кечкен күнде вымында COVID-19 хасталығы 148 инсанда белгіленген. 5 хаста вефат еткен. Хастаханелерде екім ве кереклі тибет тіртібатлар етішмегені үшін бұйық невбетлер. Компьютер томографиясының фияты ең азындан 5000 рублені тешкілеті. Işgalcілер акиметі томограф сайыплерінен күреш башлатты. Бұне берабер işgalcілер тек шымды COVID-нен бағлы сыңырлануына құветлештіре. Тюкян ве нақлиятқа маскасыз қоймай жақлар бөведегер вақиялар аққында невбете келев қамыз. Қырым курортларында ерлер да етерлі. Хастаханелерде есе асла биткен. Кешкен сенеге көре, күзде Қырымға Русиядан келген туристлерінің сайысы аман-аман ярыға артқан. Бүгін берабер хасталарының сайысы да чоқлашмаға девам ете. Коронавирус тарқалмасына işgalcілер июль айында карантинны лягу еткені себепчі ола білгендір. Русиялер іч бір тешкірусыз Қырымға келмеге девам ете. Шифахане ве пансионатларда ерлеріні елінің сонына қадар сымарлайлар. Русия пайтақтында мектеп ве балабақчалары карантинге қапатылғаны үшін руслар ярамадаға келіп құрчыланмаға істейлер. Қырым сакенлері хастаханелерге мұражат етмекнан чаресі олмағанына шикайет ете. Компьютер томографиясына невбетлер бір қач аптаға созылған. Ода ең азындан 5000 рубле төлемек керектір. Işgalcілер фиатларны түшірмек үшін шақси клиника сайыплеріні топлап фиатлар 3000 рублеге қадар эксілтілмесіні талап еткен. Сейчас, как я знаю, на территории 7-й городской больницы делается КТ и опять же на улице Грибоедова. Так вот, глава Минздрава Крыма заявил, что была проведена встреча с руководителями 6 частных медицинских организаций. По итогу встречи принято решение об установлении фиксированной цены на проведение компьютерной томографии не выше 3000 рублей. Это предел экономической себестоимости услуги. Но отмечу, что цена доходила до 5000 рублей. Но я допускаю, что если бы назначили и 6, и 8, и 10 тысяч, люди из-за того, что им некуда деваться, шли бы на это. Қырымнан işgalcілер акиметі ярамаданы суынен темен етмек үшін Москвадан 7 миллиард рубле алажақ. Путиннің разылығын алып, Русия баш назирі Михаил Мишустин акимет қарарын имзалаған. Бұл паралардан 6 миллиарды су объектлері құрылмасына сарф етілмелі. Ама параларыны Русияның Мудафа назирлігі алажақ. Олар ярамада суынен темен етілуінен оғырашмақ керек. 900 миллион рублеге есе işgalcілер акиметі яңы су боруларына кечіріп, яңы құйылар қазмалы. Ескі скважиналардан сулар чек
чекіліп кете яда тузлы сув чықы башлай. Екі автай велсе ишгалжилер Қырымнан шымаленде олған қойулар құрғанына білдірді. 30-дан зеде кой сувсыз қалды. Сакинлерге сувна цистерналар вастасынян ташы башладылар. Вазиет күн-күнден бітірлешкенне бақмадан Аксенов Москва паралары вазиетна деңіштірежегіне умут еті. У нас идут работы, коллеги, полностью по всем направлениям. Все, что связано с бурением, оборудованием скважин. Вот Юрий Михайлович совещание вчера рабочий проводил. Значит, в понедельник, в том числе и федеральные структуры, там дополнительно приступают к работе. Соответственно, мы планируем в кратчайшие сроки, то есть как бы пробурить и оборудовать в данном случае данные скважины. Параллельно все работы, которые связаны с прокладкой водозаборов от этих скважин, то есть по сути уже, то есть как бы начинаются, приступаем к процессу. Поэтому у нас с вами задача в любом случае, то есть как мы и говорили, к марту месяцу разрядить ситуацию. Русия тешвиқатшылары есе Ахмеджет Суванбарының интерактив харитасын ишлеп шығарған. Фарқлы ай ве йылға көре Суванбарында сув насыл севиеде олғанны көрмек мүмкіндір. 2014 сенесі ярмадаға Днепр суы берілмесі тоқтатылды. Ишгалжилер Украинаны экоцитте қабатлай. 2013 сенесі күздеве бұ сене олған суының севиесі қиясланса аман-аман бұрдыр. 2019 сенесі апрель айында Ахмеджет Суванбары аман-аман бұтынлей толы еді. О 36 миллион кубометр сув сығдыра, ләкин шымды тахменен 18 миллион кубометр сув қалған. Бұл вақыт Қырымда рус арбелері ракета ату талимлеріні кечіре. НАТО Қырым ялыларында маневрлар кечіргені үшін Қараденас флоты Балве бастион комплекслеріні сынады. Позицияларға чықып душман гемілеріні йоқ етмеге угренділер. Нишан олырақ адмирал Григорович фрегатыны сечіп бірқач электрон ұжым еткенлер. Ләкин тек тақтадан ясалған гемі зарар көрді. Ракета ұжымынден дегілде Фуртунадан. Гулиона гемісіні далғалар Новый Свет ялыларына чықарап деверген. Чоқ еллар деваманда у туристлеріні ташы еді. Ләкин юксек далғалар тросны ұзып геміні ялыға чықарған. МЧС қадимлері гемінің яқарлық бақларына чықарап, геміні тамир ішлеріні кечірмек үшін чекіп кеттілер. Владислав Стужук, Заман, АТР. Украинада идаре етілген РС-80 авиацион ракетанын сынавлары муафақиетлі кечті. Силяны Мудафан әзірлігінің сымарышына Артем Девлет шіркеті ішлеп шығарған. РС-80 адлы ракета зырықлы нишанларына, танк, радиацион станцияларына, учақ ве душман күчлеріні йоқ ете біле. Бұл ракеталарына учақтан, ерде олған платформалардан емде десант катерлерінден ұчырмақ мүмкіндір. О саланында сонки атешкес режимі илан етілгенінден берілі 2 ай девамында ишгалжилер 130 кере атешкес режиміні бозған. Бұны ОБСЕде Украинаның дайми темжилжісі Евгений Цимбалюк ОБСЕнің дайми шурасының топлашуында хабер етті. Украина темсілжісі айтқанына көре бұл Минск анлашмаларының серт бозылуыдыр. Бүгін есе Донбаста атешкес режимі реайет етілмекте. Бұны ООС штабы хабер еті. Украина истикбаратының малыматына көре Русия арбелері оларының незаретінде олған ерлі жедкеберлерге ось тесірін арттыра. На цьому тижні у військах противника розпочала роботу комісія Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації з метою контролю проведення зборів з командним складом 1-го та 2-го армійських корпусів. У штабі 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Росії сплановано проведення атестації офіцерів щодо відповідності займаним посадам за підсумками бойової підготовки російських окупаційних військ у цьому році. Бұл саат қазір олған сонки хаберімізі депіңізге қайырлы ақшамлар вер атлық күнлеріңіз тынш кешмесіні тілейім. Атырден есе айырылманыз көрішкенже.